Риддер жылу электр орталығында көптен күткен орташа қысымдағы нөмір 3 қазандық іске қосылды. Қазандыққа от жаққанда мазут қоспасы қолданылды. Бұдан кейін жүйені ыстық сумен шайып, ары қарай жылу желісіне жібереді. Жүйе қызған соң қалаға ыстық су беріледі. Күн суытып, ауа температурасы тиісті межеге дейін төмендеген кезде жылу беріле бастайды. Бірінші кезекте балабақша, мектеп, аурухана сияқты әлеуметтік маңызға ие нысандар жылуға қосылады. Мы растопили котел номер 3 станции. Біз Риддер станциясындағы номер 3 қазандыққа от жақтық. Қазандықты іске қосқанда мазут қоспасы пайдаланылды. Өздеріңіз көргендей қазандық жұмыс істеп тұр. Енді қазандықтардың беткі қабаты ыстық сумен шайылып, әрі қарай жұмыс режимінде зертхана бізге судың толық тазарғанын және оны жүйеге жіберуге болатынын растайды. Бұған 1-1,5 тәулік қана уақыт кетеді. Өйткені экрандар, бұлжылтқыштар және құбырлар бәрі жаңа. Меніңше 1 тәулікте жұмыс толық атқарылады. Сонымен қоса жылу жүйесі сумен толтырылады. Қысыммен тексерілді. Қыздырғаннан кейін Риддер қаласының тұрғындарына ыстық су беріледі. Артынша балабақшалар мен мектептерге, медицина мекемелеріне жылу бере бастаймыз. Осы аптада тағы бір қазандықты іске қосу жоспарланған. В дальнейшем на этой неделе Осы аптада біз тағы бір қазандықты қосуды көздеп отырмыз. Ол номер 1 орташа қысымды қазандық агрегаты. Сондай-ақ аптаның соңына қарай 3 қазандық, яғни орташа қысымды номер 2 қазандық агрегатында іске қосамыз. Өңірдің жылумен жабдықтау кәсіпорындарында ұзақ жыл еңбек еткен энергетика саласының тәжірибелі ардагерлерінің бірі Айтқазы Шерубаевты жылу орталығында атқарылып жатқан жұмыстарға өз бағасын берді. Егер шынын айтсаңыз, осы 2,5 айдың ішінде 7 миллиард теңгенің ақшаның игерілді деп айтуға болады, жұмысын істелген. Бұл үлкен жұмыс. Бүгінгі қуаныш, мына Риддер қаласында жаңа қазандықтың біріншісін жіберіп отырмыз. Орташа қысымдағы ол бастауы. Онан кейін екінші, өзі негізінде мұнда 6 қазан бар. 3-еуі орташа қысымда, 3-еуі жоғарғы қысымда. Енді Алла қосса барға жағдайлар шешілген. Әлеуметтік желілерде Риддердің жылу электр орталығында отын жоқ деген жалған ақпарат тараған. Осы мәселеге қатысты қала әкімі ресми жауап берді. Толығырақ сұхбаттан көріңіздер. Станция была передана. Станция Риддер қалалық су арнасы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнына берілген. Бүгінгі таңда әкімдіктің қаулысы шыққан қаржы бөлінген. Осы қыркүйек айында біз 15 мың тонна көмір түсіріп алсақ, қазан айында тағы 30 мың тонна, қараша мен желтоқсанның әр айында 35 мың тоннадан көмір жеткізу жоспарланған. Қала әкімнің айтуынша, қазір станцияда 8 мың тонна көмір және 280 тонна мазут қоры бар. Бұл қор жылыту маусымын уақытында бастауға жеткілікті.